Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фисташка малина пирожныйын дайындайтын боламыз. Жаңадан шыққан ыдысымызда белги, оны жақсылап көпіртетін боламыз. Яғни біздің белоктарымыз аппақ түске енгенше және өз формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Шекерімізді аз-аздан салып көпіртетін боламыз. Бұл жерде ең маңыздысы біздің белкиларымыз жақсы көпіру керек, өз формасын ұстау керек. Бұл бисквитқа біз разрыхитель қоспаймыз, сондықтан осылай біз меренгамыз дайын, өз формасын ұстайды. Ыдысымыз төңкергенде мүлдем жылжымау керек. Басқа ыдысқа салып алдым. Енді жұмыртқамызды, миндальный мукамызды, фисташка пастамызды салып тағы миксерлейтін боламыз. Бұл фисташка пастаны мен өзім қолдан жасап алдым. Арзанға түседі, осылай жасалу жолын жасап алсаңыздар, алдағы уақытта көрсететін боламын. Және де миндальный муканы оны да қолдан жасадым. Дайын миндальды блендерден өткізіп алдым. Міне біз барлығын араластырып болдық. Енді осыған біз кішкене ұн мен крахмалды бірге қосатын боламыз, араластырып жібереміз. Енді осының үстінен жаңағы дайындап алған белкемізді салып араластыратын боламыз. Бұл бисквит өзгеше, ерекше, дәмі де басқа бисквиттерге ұқсамайды. Сол себепті ерекшеленіп тұрады. Барлығын араластырып болғаннан кейін алдын ала печкамызды қыздырып аламыз. Сосын барып пергаментке жайып аламыз. Бұл менде кәдімгі газовый духовканың астындағы листі. Өздеріңізде солай жасасаңыздар болады. Ал егер әсел пеш болса, бұны екі бөліп пісіретін боласыздар. Өйткені біз қазір мен формамен кесіп аламын, сол кезде ровно шықпай қалуы мүмкін. Ал әсел пеш сияқты пешкілер кішілеу болса, тура осылай етіп біздің дайын болған тестімізді ровно екіге болып пісіресіздер. Енді біз ыдысымызға сливки, сүтті құямыз, мус дайындайтын боламыз. Және де жылтоқты салып, шекерімізді салып, отта кішкене қайнағанша ұстайтын боламыз. Міне біз отқа қойдық, енді қайнағанын күтеміз. Міне бізде осындай жай-жай қайнау керек. Сонда барып өшіретін боламыз. Енді желатин дайындаймыз. Желатинге суымызды құйып дайындап қоямыз. Ол бізде бір 15 минут 20 минут уақыт алады. Суды өзіне сіңіру керек. Бұған да фисташка паста қосатын боламыз. Араластырып жіберіп, дайын болған желатинімізді салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Кішкене бөлме температурасында еріген соң барып, біз сливки дайындалдыратын боламыз. Міне біздің жаңағы дайындалған массамыз суыды. Енді сливкимізді осылай миксерлеп алдым. Енді дайын болған массамызды осының үстіне құйып араластырып аламыз. Міне біздің тесталарымызды осылай формамен кесіп алдым. Размері диаметрі 18-28. Енді жинайтын боламыз. Астыңғы бөлігіне пищевой пленка кигіздім. Бірінші коржымызды қойып, жаңа дайын болған массамызды құятын боламыз. Енді осының үстіне малиналарды салып шығатын боламын. Мұздатылған малина болсын, свежий малина болсын жарай береді, немесе кез келген жеміс жидектер жарай береді. Барлығын салып алдым. Енді үстіңгі бөлігіндегі корждарымызды қойып, кішкене үстін басып, қатты емес, холодильникке бір түнге қоямыз. Міне бізде бір түн өтті. Біздің мороженое десек те болады. Дәмі өте мороженое болып шығады. Пирожналарымыз дайын болды. Видеодағыдай етіп кесіп шығасыздар. Ровно шығу үшін біздің кусоктарымыз. Міне достар, біздің пирожналарымыз дайын болды. Өте дәмі ерекше, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Олардың бәрі қазіргі таңда сатылымда жүрген рецепттер. Сол себепті достарыңызға таратып, маған барынша қолдау көрсетіп жүрсеңіздер қуанып қалатын едім. Олар да тегін мастер-класстан құр қалып қоймасын. Сіздермен болған Айгерім.